Баршаңызға сәлем, құрметті YouTube көрермендеріміз. Сіздермен бүгін өте оңай салат жасаймыз. Ең алдымен тарелкамызға осылай листе салатымызды төсеп дайындап, піскен жұмыртқа, скумбрия балығымызды, жүгерімізді, көкпияз және мынау салқын суда 3-4 рет жуылып, әбден крахмалы кетіріліп, дайындалған үркіштен өткізілген картопымызды қуырамыз. Пиязды майдалап турап, қарама-қарсы бетке екеуін бір-біріне қаратып қоямыз. Басқа заттардың барлығын дәл осылай қарама-қарсы етіп қоямыз, және де ортасына майонез салсаңыздар да болады, я болмаса тартар соусын қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығады. Бұл салат негізінде скумбрия балығымен жасалынатын болғандықтан барлық заттардың үйлесімділігі бір-біріне өте керемет, ерекше дәм беріп тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер, және де комментарий бөліміне алған әсерлеріңізді бөлісе кетіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді де ұмытпаңыздар.